Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағы 2 сынып 6 сабақ. Ең бірінші менің каналымды, сабақтарымды көргің келсе, каналға жазылып, лайк басып кет. Бүгінгі тақырыбымыз У әрпінің жазылуы. 23-ші жаттығу мәтінді тыңда. Жануарлардың мерекелік киімдерін дайындау қызықты жұмыс. Тауық, тауыс, маймыл, қу түлкі сияқты жануарларды бейнелеу үшін олардың өзіне тән киім үлгілерін дайындау керек. Мұндай мерекелік киімдер рөлді ойынды қызықты етіп көрсетеді. Жануарлардың осындай мерекелік киімдері олардың өзіндік ерекшеліктерін танытатын болады. Мәтін не туралы? Сен өз қолыңмен осындай костюмдер әзірлеп көрдің бе? Жануар, ұқсату сөздеріндегі У дыбысының айтылуы мен жазылуын салыстыр. 24-ші жаттығу суреттегі жануарларды ата және оларды қандай белгілеріне қарап таныдың дейді. Суретте біз түлкі мен тауықты көріп тұрмыз. Тауықтың мерекелік киімін қағаздан жасап көр немесе суретін сал дейді. Бұл тапсырманы өзіміз орындаймыз. Келесі тауық пен тауыс сөздерін буынға бөліп айтып көр дейді. У дыбысы қай буында тұр? Дауысты ма әлде дауыссыз ба? Буынға бөлетін болсақ, тауық, тауыс болып екі буынға бөлінеді екен, және У дыбысы екінші буында тұр. Дауысты дыбыстан кейін келіп тұрғандықтан, бұл жерде У әріптері дауыссыз дыбысқа айналып тұр балалар. Үшінші тапсырма, тауық сөзіндегі әріптерді пайдаланып, бірнеше сөз жаса және құрамында дауысты У дыбысы бар сөздерді бір бағанға, дауыссыз У дыбысы бар сөздерді екінші бағанға топтап жаз дейді. Бірінші У дыбысы дауысты болып келетін қу, ту сөздері және екінші дауыссыз У дыбысы тау, уық және ау сөздерінде дауыссыз дыбысқа айналып тұр екен балалар. 25-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Оқушылар қойылымға қажет жануарлар костюмдерін таңдады. Қойылымда қу түлкі ауыл маңын торыды. Тауыстың киімі әдемі ақ. Қырғауыл киімін киген Дәуренді алғашқыда танымай қалдық. Келесі 26-шы жаттығу көбелек киімін киген Дулаттың қанатындағы сөздерге назар аудар. Осындағы ұқсастықтар мен айырмашылықты тап дейді. Жылы, бекі, жора. Жылу, беку, жору. Есте сақта. Дыбыстарына аяқталған сөздерге У дыбысы қосылса, дыбыстары түсіп қалады. Мысалы, тасы, тасу, оқы, оқу, торы, тору. Келесі 27-ші жаттығу мәтінді оқы және сандуғаштың қандай көйлек таңдағанын ребус шешуінен біле аласың дейді. Сандуғаш анасымен дүкенге келді. Сатушы алуан түрлі көйлектерді көрсетті. Сандуғаш құс етек көйлекті таңдады. Сандуғаш көйлектің бұл түрін не үшін таңдағаны туралы өз ойыңды жазбаша білдір. Ойыңды менің ойымша деп бастауды ұмытпа. Менің ойымша құс етек көйлекті әдетте ұзын, кең, оның жеңнің ұшы мен жағасы белі бүрмеленіп қатпарлы желбір салынады. Сол үшін таңдады деп ойлаймын. Келесі 28-ші жаттығу өлеңдегі көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып оқы дейді. Биші болам, әппақ көйлек киемін, қос етегі бүрмелі. Кестелеген жиегін кең даланың гүлдері. Жарасады бөркіме, үкілері үлпілдеп. Ел қарайды көркіме, неткен әсем шіркін деп. Оразақын Асқар.